Есімім Дана. Мен Инстаграмда 100 оқырман бар. Және де мен пайдалы тамақтарды түсіремін. Олардың рецептілерін жасап Инстаграмға қоямын. Сөйтіп мен бір күні достарым болатын. Олар мені қолдады. Барлығы менің істеген тамақтарымды жеп, сөйтіп өздерін күтіп жүрді. Сосын мен 10 жасымнан бастап мен ата-анаммен жағаласып кухняда жүретінмін. Ата-анам кейде күйіп кеткен стейк және де піспей қалған тауық еті, олардың бәрі босқа кететінін күліп айтып отыратын. Бірақ мен одан кейін қайтадан керемет тағам әзірлеуді үйрендім. Мен кішкене заказдар да болды менде. Сөйтіп заказдар да болды. Тіпті кейде үлкен мейрамханаға да тамақтар пісіретінмін. Оларды түсіретінмін. Видеоға түсіру үшін көптеген уақыт керек. Және де фон керек, тағы да басқа нәрселер керек. Ол қиын. Фон, жарық, және де ыдыстар тамаққа сай болу керек. Әйтпесе ол да біртүрлі болып қалады. Ол көп ақшаны талап етеді. Сөйтіп шешем басында қуана келісті. Бірақ әкем сосын барлық блогерлер ақша тауып жатқанда сен ақшаны жеп жатырсың деп маған мүлде ақша бермей қойды. Сөйтіп менің оқырман саным көп емес, бірақ та мен көбейтуге тырыстым. Көптеген ақша табуға тырыстым. Сөйтіп көптеген посттар сала бастадым Инстаграмма. Сөйтіп мен Инстаграмнан өте керемет гифті көрдім. Ол гифте түрлі тамақ істеп, және де ол гифтің тұсында мейрамханаға рецептпен тамақ істеуге болады екен. Сөйтіп мен оған 2 ай бойы дайындалдым. Көптеген посттар салдым, комментарияға жауап бердім. 2 ай болды. Сөйтіп менің оқырман саным 200-ге жетті, 200 мыңға жетті. 2 ай күттім. Енді нәтижесінде 1-ші орын алдым. Бұл менің ең үлкен қуанышым еді. Қатты қуандым. Сөйтіп мен ең күшті аспазшы ғана емес, 2020 жылдың ең керемет блогеріне де айналдым. Әрине 1-ші орында емес, бірақ та маған сол да жетеді. Мен көптеген жылдар солмен гифпен жүріп, мен енді өзім гиф ұйымдастырайын деп ойладым. Сөйтіп, одан көп пайда көрдім. Анда-санда ойнатып тұру керек екен деп ойладым. 500 мың болды подписчигім. Сөйтіп мен соған арнап кішкене дастархан жасап, дәмді тағамдарымды қойып жіберейін деп ойладым. Бірақ сол жылдары мен Инстаграмға қатты кіріп кетіп, достарымды да ұмытып кетіппін. Себебі ол біреу мені киноға шақырса, біреу мені саябаққа шақырды. Екеуін де жоғалтып алдым. Көптеген достарым болатын. Олар да жоқ. Мен оны ойлап қатты қынжылатынмын. Сөйтіп, менің оқырмандарымның өз өмірлері бар, өздерінің мерекесі бар. Менің істеген тамақтарымды жеп, рахаттанып жүре береді. Ал мен Инстаграмға байланып қалыппын. Сол туралы түнде ойлап, төбе шашым тік тұрды. Мен қатты қынжылдым. Сөйтіп, Инстаграмға сол туралы пост жазып, 1 аптаға кірмей қойдым. Сөйтіп, азанда ешкім жоқ. Шарбақта ата-анам айқай-шумен бірдеңелер істеп жүр. Мен жата бердім орнымнан қозғалмастан. Анам есікті тоқылдатып, баяғыдай шашымды істеп беріп, және де көйлек тосынсиым бар деді. Мен сосын оған есікті ашып, шашымды істеп берді де көйлекті кигізді. Төмен түсіріп шарбаққа шығарды. Өте керемет түтіннің иісі шығып жатырды. Бұндай стейкті менің әкем ғана жасай алады. Көзімді ашып қарасам, барлық достарым жиналып тұр. Мен қатты қуандым. Солайша бәріміз бірге отырып
тамақ ішіп күліп ойнадық. Бір досың 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деген ғой атам қазақ. Әлде 100 теңге